Қыздар, негізі тегін саяхатқа шығуға болатын екенін білетін бе едіңіздер? Саяхатқа тегін шығуға болады екен. Оның да жолы бар екен. Мен қазіргі кезде Кореядамын. Корея елінде тұрамын. Корейстер, кореялықтар өте көп адам бізде инкруизисте саяхаттап жүреді екен да. Оны өте көп адам саяхаттайды екен. Оны мен енді біліп жатырмын. Өйткені бұрында көп байқамайтынмын, ал қазіргі кезде мен өте көп байқап жүрмін. Кореystер өте көп. Себебі круиз қымбат емес. Екінші, мысалы сіз $2000 саяхатқа шығатын болса, мысалы мен $2000 саяхатқа шығатын болсам, мен бірден $2000 мә деп бермеймін. Неге? Енді әртүрлі адамдар бар ғой, мысалы біреулердің ақшасы болуы мүмкін, біреудің ақшасы болмауы мүмкін, $2000 қимауы мүмкін деген сияқты ше. Ай сайын ақша салып отырасың. Ай сайын ақша салып отырасың. Конечно, тіркелу тегін, бірақ өзіңнің мысалы саяхатың үшін ай сайын ақша саласың. $2000 саяхатқа, мысалы сен $2000 саяхатқа шығайын деп жатырсың. Круизде бірақ жерге бармайсың ғой еще. Сол мысалы сол ақшаға сен 4 мемлекетке баруың мүмкін, 3 мемлекетке баруың мүмкін, тағы да жаңа қалаларды көресің. $2000 саяхатты таңдайтын болсаң, сен ай сайын $100 саласың ғой. Ай сайын $100 саласың. Компания саған $100 тағы салады. Өзінің барлық өзінің клиенттеріне компания 50% салады. Сонда сен $100 салып отырсаң, компания саған тағы $100 салады. Сонда сенің счетыңа $200 түсіп отырады. Сосын сен примерно $200 түсіп отырады ғой. Енді қараңыз, сіз $1000 салдыңыз, компания $1000 салды, $2000. Сен өзіңнің қалаған жеріңе саяхатқа бара аласың. Бұл деген вообще керемет мүмкіндік қой. Ал сөйтіп қалаған еліңе саяхаттап кете аласың. Сен қай елде тұрасың, ол ешқандай разница жоқ. Бірақ нелегал болмау керек. Нелегалдарға мүмкін емес. Егер сен өзіңнің нелегал болсаң, например, Кореяда жүрсің, нелегал болсаң, онда сен бара алмайсың. Онда сен өзіңнің Қазақстанға барған кезде бара аласың. Бірақ бір кереметі, сенің ақшаң көп кетпейді. Мүлдем ақшаң көп кетпейді, тұра береді, жиналып тұра береді. Кейін мысалы сен мысалы жинап жүрсің, Қазақстанға барған екен. Егер мысалы сен $2000 жинадың, компания саған тағы $2000 берді, $4000 сенде дайын тұр да. Енді сен оны Қазақстанға барғаннан кейін, сен өзіңнің мамаңмен ба, күйеуіңмен ба, немесе сестраңмен ба баруға болады. Яғни ақша мүлдем күймейді, ол тұра береді. Сен сол компанияның клиенті болып қала бересің. Бұл деген керемет мүмкіндік қой. Негізі біз былайша саяхатқа аяқ астынан барамыз деген кезімізде бірден $2000, $3000 ақшамызды бүйтіп мә деп шығарып барғымыз келмейді ғой. Сондықтан бұл өте үлкен күшті мүмкіндік болып тұр да бізге ше. Керемет мүмкіндік. Егер сіздерге де именно круиз туралы қызық болса, онда комментария қызық деп жазып кетіңіздер. Мен именно инкруизис туралы сіздерге күшті видеолар шығарып отыратын боламын. Инкруизистің шындығын айтатын болам, достар. Негізі мен көбінесе осы сайттардан, тиктоктардан көріп жатырмын да. Өтіріктер өте көп. Бірінші өтірік. Ол сен тіркелу тегін деген ол өтірік. Ол өтірік. Тегін тіркелу тегін емес. Тіркелу тегін емес. Екінші, өзіңнің бір тіркеліп бір адамның билетімен, яғни 3-4 адам бару тегін деген ол өтірік, достар. Мүлдем өтірік, оған сенбеңіздер. Ондай мүмкін емес. Енді ол арасында бір акция болды. Одан бір 3-4 ай алдын ба, 6 ай алдын ба акция болған. Bir адамның билетімен 2 адам, екінші адам тегін барады. Яғни бір адам билетімен 2 адам тегін бара алады деген болды. Ол болды, бірақ ол акция бітіп қалды. Қазір ондай акция жоқ. Тем более бір адамның билетімен 3 адам тегін барады деген мен тым естіп қалдым да. Ол мүлдем өтірік, оған сенбеңіздер. Так что мен осы видеоларымда инкруизис туралы сіздерге шындықты айтатын боламын. Егер сіздерге де қызық болса, инкруизиспен саяхаттағыңыз келіп жүрген болса, онда менің видеоларымды қалдырмай қараңыздар, мен сіздерге айтатын боламын. Окей. Енді негізі тіркелу, именно инкруизиске тіркелудің түрлері бар. Соның ішінде мен сіздерге ең выгодны, ең жақсы 2 түрін айтатын болам. Біреуі $500 тіркелу, $500 тіркелесіз. Екіншісі $200 тіркелесіз. Егер сіз $200 тіркелетін болсаңыз, онда сіз саяхатқа
қазір емес, мысалы 1-2-3 айдың көлемінде емес, бір 7-8 айдың көлемінде барамын деген сізде шешім болса, онда болады. Неге? Өйткені сіз тіркелгеннен кейін сізге сайт ашылады, соның ішінде барлық қай елге саяхаттайтыныңыздың барлығы, ақшалары барлығы көрініп тұрады. Мысалы дейік, сіз $2000 расчеттап жатырсыз саяхатыңызды. $2000 мен барамын, міне мен осы жерге барғым келеді деп жатырсыз да. Енді сіздің $2000 болғанға дейін сіз $200 тіркелгеннен кейін сіз ай сайын $100 салып отырасыз. Ай сайын $100 салып отырасыз, бірақ компанияның керемет жері, сіздің салып отырған $100-ыңызға компания тағы да $100 қосады. Сонда сіздің ай сайынғы салып отырған $100-ыңыз ай сайын сіздің счетыңызға $200 болып түсіп отырады. Тың етіп түсіп отырады. Сіз солай $2000 болған кезіңізде сіз саяхатыңызды бұрындай аласыз. Түсініп тұрсыз ба? $200 тіркелудің пайдасы сол. Ал енді сіз $500 тіркелесіз. $500 тіркелудің пайдасы, сізге $500 тіркелген уақытыңыздан бастап компания сізге $800 бонус береді. Яғни ол бонус деген ол да ақша. Сонда сіз $500 тіркелгеніңіз үшін компания сізге $800 берді. Сіз сол күні өзіңіздің саяхатыңызға тіркеле аласыз. Яғни бронь жасай аласыз. Бронь жасадыңыз, содан кейін сіз ай сайын $250 салып отыруыңыз керек болады. Ай сайын $250 салдыңыз, компания өзінің обещать еткенінде, оның өзінің сондай несі бар, заңы, $250 салып отырады. Сонда сіздің ай сайынғы салып отырған $200-ыңыз сіздің счетыңызға $500 болып түсіп отырады. Сосын солай екеуінің айырмашылығы сол. Енді бұл жерде таңдау өзіңізде, қайсыған барасыз, қайсыған ертерек барғыңыз келе ме, немесе кештеу барғыңыз келе ме өзіңізде, бірақ солай саяхатыңызға бара аласыз қалаған еліңізге. Сосын компанияда, яғни круизистерде, инкруизисте сіз бір-ақ реттік саяхат емес. Бұл жерде өміріңіз соңына дейінгі саяхат. Егер сіз бір-ақ рет барып көрем десеңіз де болады. Негізі менің айтқаным, егер сіз круизиске баратын болсаңыз, онда негізі круиздік өте өміріңіздің соңына дейінгі, яғни көп уақыттық саяхат деп аталады. Бір-ақ реттік саяхат емес. Бірақ выгоднасы өте көп. Потому что сіз саяхатқа бардыңыз, барғаннан кейін сіздің жейтін тамақтарыңыз ішіне кіреді, жататыныңыз, енді олардың барлығы алдын ала сатылып алынған болады сіздің ақшаңызға. Сосын ішіндегі дискотекалар, бассейндер, короче, соның ішінде не бар? Кейбір нелерде нелер бар, парктер бар, олар, кішкентай балдарыңыз болса нянкалар бар, олар, яғни олардың барлығы соның ішіне кіреді. Енді өзім көп саяхаттап жүрген екен білем, мысалы, егер мысалы сіз просто так немен саяхаттайтын болсаңыз, компаниялармен, туристический компаниялармен, онда сіз, тем более бала шағасы бар адамдар біледі, мысалы мен өзімде көп балалы ана болғаннан кейін, пакет, сумка, анау-мынау көтеріп жүрген маған өте қиын. Өте қиын. Именно инкруизисте сіз оларды көтермейсіз. Потому что сіздің кемеңіз жүретін кеме, сіздің гостиницаңызда өзіңізбен жүреді. Мысалы 4 елге барсаңыз 4 елмен бірге жүреді. Яғни сіз сол кірген күннен бастап қай жерге сумкаңызды қойдыңыз, қайтып отқан кезде сол жерден сумкаларыңызды алып қайтасыз. Ең керемет сол. Егер кішкентай балаңыз болса, онда нянкаларға тастап балалардың алдына өзіңіз достарыңызбен, подругаларыңызбен қыдырып, саяхаттап келе аласыз. Потому что ол кеме деген кішкентай кеме емес, ол жерде 9 000, 10 000 адам болады. Сондықтан ол жерде кішкентай баламен жүріп, азаннан кешке дейін жүру қиын болады да. Сондықтан барынша балаларды нянкаларға тастап кеткен дұрыс. Нянкалар өте жақсы қарайды. Достар, қалдарыңыз қалай? Ал бүгін мен көбінесе осы компания арқылы негізі тегін саяхатқа шығуға болады ма? Негіз бола ма, болмай ма? Деп сұрақ қойып жатқан адамдар үшін, және де үйде отырып, ой, мен қазір кішкентай баламен үйде отырмын, бірдеңемен айналысқым келеді. Жасым болса уже пенсияға шықтым, мен еш жерге жұмысқа алмайды, немесе мен үйде отырған адаммын, қазір жұмысым жоқ. Бірдеңемен, чтобы бір нәрсемен айналысып, ақша тапқым келеді дейтін адамдарға бүгінгі видеом сол кісілерге арналады. Ал енді біз үйде отырып, ешқайда сыртқа шығып бір жұмыс іздемей,
үйде отырып қалай ақша табуға болады, және де мен қалай ақша табамын, сол туралы сіздерге айтатын боламын. Негізі компанияға тіркелгеннен кейін сіз алдыңғы видеомда түсіндіріп өткен болатынмын, мысалы $200 немесе $500 тіркелесіз деп. Ол клиенттер, яғни олар жұмыс істемесе де просто для себя өздері саяхатқа барғысы келетін адамдар дәл солай тіркеліп бара алады. Ал енді мен партнер болып, мен әрі ақша тапқым келеді, әрі осы жерден тегін саяхатқа барғым келеді дейтін адамдар болса, онда дәл сол осы видео дәл сол адамдарға арналады. Қалай біз тегін саяхатқа шығамыз, қалай біз ақша табамыз. Дәл сондай біз партнер болдық. Партнер болсақ та, қаласаңыз $200 тіркелесіз, қаласаңыз $500 тіркелесіз. Партнер да дәл сондай. Бірақ біз партнер болғанымыз үшін біз үстіне 6 айда бір рет $95 төлейміз. $95, 6 айда бір рет. Ол $95 не үшін? Сіздің ай сайынғы ақшаңыз түседі, полный сайттардың ішінен обучениялар болады, одан соң сізге карточкалар беріледі, яғни сол именно инкрузистің карточкалары, оның соның ішінде сіздің жиналған ақшаларыңыз, бонустарыңыз барлығы тұрады. Соның барлығына сіздің $95 6 айда бір рет төленетін ақша болып табылады. Сондықтан, егер сіз партнер болып тіркелетін болсаңыз, $200-ға $295 немесе $500-ға $595 мен тіркелесіз. Солай тіркеліп, өзіңіздің жұмысыңызды бастайсыз. Ал енді біз қараңыз, мысалы сіз уже партнер болып тіркелдіңіз, сіз ақша тапқыңыз келеді, дұрыс па? Ақша тапқыңыз келеді, сіз дәл өзіңіз сияқты, мысалы мен партнер болмаймын, мен только бұл жерден саяхаттаймын дейтін адамдар да бар негізі. Олар өздерінің жұмысы бар, өздері істеп жүрген жұмыстары бар. Олар партнер болғысы келмейді, клиент болғысы келеді. Сондай адам мысалы сіздің танысыңыз болуы мүмкін. Сіздің атыңыздан, яғни сіздің атыңыздан ол адам келеді. Сол адамды сіз тіркейсіз. Яғни ол адам саяхатшы болып тіркелді. Одан соң тағы бір дәл сіз сияқты онлайн жұмыс жасағысы келетін адам келеді. Мен онлайн жұмыс жасағым келеді, мен де үйде отырып ақша тапқым келеді, немесе қосымша ақша тапқым келеді дейтін адамдар болады. Дәл соны тіркейсіз. Дәл сондай адамнан 5 адамға жеткен кезде, яғни разница жоқ, $500-ға тіркеле ме, $200-ға тіркеле ме, разница жоқ. Самый главный, 5 адам болған кезде сіз бесплатник боласыз. Яғни компанияға ай сайын мүлдем ақша төлемейсіз. Компания өзі сізге ақша төлеп отырады. Ол компанияның, например, 6 айға дейін төлеу, немесе 1 жылға дейін төлеу деген жоқ. Бұл біздің компаниямыз, мысалы, өміріңіздің соңына дейін саяхат болғандықтан, енді бұл өте көп, 21 000 елмен договорға отырғандықтан, сіз қалаған еліңізге саяхатқа бара аласыз. Яғни, сол компанияның беріп отырған ақшаларына сіз тегін саяхаттайсыз. Вот біздегі ең керемет нәрсе тегін саяхат деп отырғанымыз осы. Әр адам тіркеген сайын $20 алып отырасыз, оның барлығын наличка алатын боласыз.